Сәлеметсіздерме? Менің аты жөнім Жақсылыкова Ақнұр, Петропавл орта мектебінің 9 сынып оқушысымын. Бүгінгі жобаның тақырыбы Мағжан Жұмабаев өлеңдерін заманауи форматта жеткізу. Зерттеудің мақсаты мен міндеттері. Зерттеудің мақсатына Мағжан Жұмабаев өлеңдерін комик және анимация форматында ұсыну арқылы оқушылардың әдебиетке деген қызығушылығын арттыру және түсіну деңгейін жақсарту. Міндеттеріне ақын шығармаларын жан-жақты талдау, заманауи форматтың ерекшелігін анықтау, комик және анимация үлгісін жасау және оқушылар арасында тиімділігін зерттеу. Ал зерттеу әдістеріне әдеби талдау, салыстырмалы талдау, бақылау, сауалнама жүргізу және шығармашылық әдіс жатады. Көбінде туындайтын сұрақ, неліктен бұл маңызды? 21 ғасыр жас ұрпақ ақпаратты визуалды форматта, яғни сурет, бейне, анимация арқылы тез әрі тиімді қабылдайды. Мағжан Жұмабаев шығармалары ұлттық рухтың үлгісі, бірақ ақын тілінің күрделілігі оқушыларға қиындық тудырады. Бұл жерде туындайтын мәселе дәстүрлі оқыту оқушының ынтасын төмендетуі мүмкін, және біз қабылдаған шешім комикс пен анимация арқылы поэзияны жеткізу, және нәтижесінде оқушылардың қызығушылығын артады және түсіну деңгейі жақсарады. Енді Мағжан Жұмабаев шығармашылығына кішкене тоқтала кетсек, Мағжан Абай дәстүрін жалғастырып, қазақ әдебиетін жаңа деңгейге көтерген жаңашыл ақын. Оның поэзиясы көркем тілге бай, бейнелі символикалық сипатта және ырғақ пен ұйқасқа ерекше мән берген. Шығыс пен батыс әдебиетінің ықпалы байқалады. Мағжан поэзиясының негізгі тақырыптарына еркіндік пен алаш, махаббат, табиғат және өмір мен тағдыр жатады. Заманауи форматтың рөлі. Біз осы заманауи формат арқылы, яғни біз жасағандай оқушыларға тапсырма бере аламыз. Олар әртүрлі қосымшалар арқылы өздерінің комикстерін жасап, немесе анимация арқылы үйге берілген тапсырманы жақсы түсіндіре алады. Ал оның негізгі тиімділіктері оқушының белсенділігін арттырады, терең талдау жасауға үйретеді, шығармашылық пен сыни ойлауды дамытады, әртүрлі оқу стилін ескереді, білімді өмірмен байланыстырады. Комик және анимацияның маңызы. Ақпаратты жеңілдетеді, яғни күрделі тақырыптарды суретпен қозғалыс арқылы қарапайым форматта ұсынады. Қызығушылықты арттырады, түрлі түсті суреттер мен кейіпкерлер арқылы берілген ақпарат есте жақсы сақталады. Шығармашылықты дамытады, оқушылар өз комиксін жасап, өлеңді өзінше интерпретациялайды. Ұлттық құндылықтарды жаңаша жеткізеді, яғни біз сияқты Мағжан идеясын қазіргі заман тілімен қабылдауға мүмкіндік береді. Енді практикалық жұмысқа кезек берсек, біз таңдаған өлең "Мен жастарға сенемін" және "Туған жер" атты өлең. Бұл жерде бізде жобаның жүзеге асыру кезеңдері көрсетілген. Ең бірінші біз өлеңді талдадық, яғни оның мазмұнын, идеясын және эмоцияларды талқыладық. Екінші сюжет құрдық, яғни визуалды сценариймен біз промпт арқылы суреттер жасап, оларды тірілту арқылы біз комикс пен анимация жасадық. Комик жасау үшін біз Canva, Pixar және Pinterest арқылы әртүрлі қосымшалармен суреттерді жасап, оларға сол суретке байланысты мәтінді қойдық және құрастырдық. Төртінші, анимация кезінде біз CapCut, Animarket және Gemini арқылы промпт жазып, суреттерді шығарып, суреттерді тірілту арқылы біз анимация жасаған болатынбыз. Және бұл практикалық жұмыстың нәтижесі, бұл жерде "Мен жастарға сенемін" комиксі, ал бұл жерде "Туған жер" атты өлеңнің комиксі. Және олардың астыларында бізде 2 QR код бар, бұл жерден сіздер анимацияларды көре аласыздар. Мен жастарға сенемін. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін. Көздеріңде от ойнар, сөздеріңде жалын бар, жаннан қымбат оларғар, мен жастарға сенемін. Бұл жарықта аяқ басып туған жер, кіндік кесіп кірімсенде жуған жер. Жастық алтын қайтып келмес күнінде, ойын ойнап, шыбын шіркей қуған жер.
Жаратылдың топырағына сен түбім, жалғаны жоқ, бәрі сенен жан тәнім, сенен басқа жерде маған қараңғы. Жарық болар, шолпанайым сен күнім. Тәтті суың, дәм аузымнан еш кетпес, қалың нуың қыр суыңа жер жетпес, кең далаңда ойын ойнап қалсамшы, жазу болып, адамзатқа ер жетпес. Енді комикс пен анимацияны жасау технологиясына жеке-жеке тоқтала кетсек, комикстің қадамдарына ең бірінші сценарий жазу, кадр бойынша сурет сипаттамасы мен мәтінін таңдадық. Екінші, кейіпкерлер ретінде біз оқушылар мен студенттер және жас мамандарды алған болатынбыз. Үшінші, дизайн, яғни ашық түстер мен қарапайым стильді ұштастырып, біз комикс жасаған болатынбыз. Анимация қадамдарына кадрлық жоспар, дауыс жазу және монтаж жатады. Зерттеу нәтижесінде біз 5 және 6 сыныптарға осындай шағын кітапша берген болатынбыз. Бұл кітапшаның ішінде Мажан Жұмабаев өлеңдері, яғни осы 2 өлең және комикс пен анимациялары көрсетілген болатын. Және зерттеу нәтижесінде біз осындай нәтиже алдық. Қорытындылай келе, Мажан Жұмабаев шығармаларын комикс және анимация арқылы ұсыну білім сапасын арттырудың тиімді жолы. Оқушылардың қиялы дамиды және шығарманың негізгі идеясын тез әрі терең түсінеді. Біз осы комикс пен анимацияны ұсыну арқылы дәстүрлі оқытуды толық алып тастау емес, тек қана соның бөлігі ретінде ғана ұсынамыз. Назарларыңызға рахмет.